Қайырлы күн, мен Назерке Құлжабай. Сана орталығының негізін қалаушыларының бірі болып табыламын. Қазіргі 21 ғасыр ақпараттық заманда техниканың қарқынды даму үстінде жастардың және келер ұрпақтың жұмысқа тұруы бұл үлкен бір мәселе болмақшы. Бұл мәселенің шешімі ретінде, яғни роботтар ешқашан икемдене алмайтын 21 ғасырдағы ең қажетті дағдыларды икемдену болып табылады. Ол қандай қабілеттер? Ең алдымен көптеген ақпараттың ішінде тура сізге қажеттілігін таңдау үшін бұл жылдам оқу болуы мүмкін. Немесе ойыңды анық, түсінікті етіп жеткізу үшін бұл сөйлеу шеберлігі, немесе ораторлық болуы мүмкін. Сонымен қатар ортада басқа адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасай білу де бұл өнер, яғни эмоционалды интеллект болуы мүмкін. Миға қатысты кез келген креативті ойлану, кез келген мәселенің шешімін табу және басқа да әртүрлі ойлау жүйесіне қатысты заттардың барлығы да бұл біздің қазіргі қажетте ең қажетті деген дағдылардың ішіне жатады. Біздің сана орталығы тура осы қабілеттерді игеруге бағытталған. Не себепті біз бұған үлкен назар аударудамыз? Себебі өкінішке орай білім жүйесі, ол мектеп болсын, университет болсын, бұл дағдыларды толыққанды қамтымайды. Және қазір университетте оқып жатқан студент 4 жылдан кейін оқуын бітіріп белгілі бір мамандыққа жұмысқа тұрайын десе, бұл мамандық мүлдем болмауы да мүмкін. Яғни қарап отырсаңыздар, біздің қарқынды даму заманда үлесіп кету үшін біз өте қатты көп еңбектенуіміз керек. Және осы ойды тек қана сана орталығының аясында ғана емес, басқа да аудиторияларға, басқа да адамдарға жеткізу үшін мен осы конкурсқа қатысудамын. Егер менің ойыммен келісіп, қазіргі кезде бір нәрсе өзгертуге сіз менімен бірге келісетін болсаңыз, маған міндетті түрде дауыс беруді ұмытпаңыз. Сонымен қатар алдыңғы уақытта басқа да видеоларда сіздермен көріскенше сау болыңыздар деймін.